Сүлейменұлы Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келді. Азан шақырып қойған есімі Мұхаммед Қали. Әкесі Сүлеймен қарапайым шаруашы, колхозда сушы, шалғышы болып жұмыс істеген. 1932-33 жылдардағы ашаршылық, 37 жылдардағы саяси қуғын сүргін мен екіншілік дүниежүзілік соғыс бала Мұқағалидың шаңырағын айналып өткен жоқ. Себебі әкесі қан майданда қаза тауып, 10 жасар Мұқағали анасы Нағиман мен әжесі Теңгенің қолында өседі. Әжесі Теңге ер мінезді, аңыз әңгімеге жаны жақын болғандықтан, бала Мұқағали да анасын Нағиманға қарағанда әжесіне жақын болды. Анасын жеңгесі секілді қабылдап, Нақа деп атап кеткен. Мұқағали Мақатаев 14-15 жасында ақын болуға біржола бел байлап, қазақ әдебиетімен бірге әлемнің барлық классиктерін бірдеммен оқып шығады. Соның ішінде Гете, Шекспир, Данте, Бальзак, Драйзер, Гюго, Байрон, Лондон сияқты классиктерді жоғары бағалайды. Ол өзінің замандағы барлық адамның қолы жете бермейтін бірнеше оқу орнына жеке ізденістің арқасында қабылданады. Алғашында Қазмудың филология факультетіне, содан кейін шет тілдері институтына, артынша Қазмудың заң факультетіне оқуға түседі. Жазушылар одағының жолдамасымен 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтының студенті атанады. Өмірлік қалтарыс-бұлтарысын бала күнінен көріп өскен ақынның сана сезімі, ақыл ойы ерте жетіледі. Ол өзінің өмірлік жары Лашынға 18 жасында үйленіп, алғашқы лирикалық өлеңдерін жаза бастайды. Мұқағали Мақатаев еңбек жолын ауылдағы мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастады. Оның орыс тіліне жетік болуы әлем әдебиетін оқуына септік болды. Кейін аудандық газетте тілші болып қызмет жасады. Ақын жазушының басы қосылған рухани астанамыз Алматыға келіп, әдеби ортаға тап болды. Үлкен шаһарда пәтерден пәтерге, қызметтен қызметке ауысып, тұрмыс тапшылығымен бетпе-бет келеді. Бірақ Мұқағали өзінің ақындық талантының пайдасын көп көрді. Жыл сайын кітап шығып, қаламақыға қомақты қаржы алып отыратын еді. Оның талантты ақын екенін танып, бүкіл жұртқа Қазақ әдебиеті газетінде Әбділда Тәжібаев алғашқы болып жария етеді. Ақынның тағдыры оңай болмаған. Оның тұңғыш қызы Ләззат қайтыс болып, кейіннен сүйікті қызы Майгүл көлік апатынан қаза табады. Оның қыздарына арнаған өлеңдері қазақ әдебиетінің классикалық туындыларының төлі қатарында тұр. Мұқағали ауруға шалдығып өмірінің аз бөлігі қалғанын дәрігерлерден біліп алады. Содан бар мүмкіндігін өлең жазуға арнап, 12 жылдың ішінде 8 жыр жинағы жарық көреді. Ақынның барлық тағдыры өзінің өлеңдеріне шынайы көрініс береді. Оның асығу керек қалайда, уақыт саған қарайма деген өлеңі ауруға шалдыққан жылдар жазылған. Өмірге соншалықты ғашық болған ақын жаралы тәнімен қазаққа үлкен мұра қалдырды. Ақиық ақын жарты ғасырға жуық ғұмырында 1000-нан астам өлең, Ильич, Мавр, Аққулар ұйықтағанда, Райымбек, Моцарт жаназасы деген поэмалар жазды. Құлпытас, Марусияның тауы, өзгермепті, әже әңгімелері мен Қос қарлығаш, жыл құстары повестерін, Қош махаббат пьесасын жарыққа шығарды. Аударма саласында да бағын сынап, Дантенің құдіретті комедиясының Тамұқ деген бөлімін, Уолт Уитменнің өлеңдерін аударды. Қазақтың мұзбалаға атанған Мұқағали Мақатаев 1937 жылы 27 наурызда Алматы қаласында дүниеден өтті.